артында 5 адам тұр. Бәріміз де осаң келеміз осы жерге, көмектесеміз жігіттерге. Мұнайшылар тастамаймыз біз деген. Мұнайшымен бірге боламыз, аузымыз бір болады, бәріміз біріміз үшін бәріміз тұрамыз. Тұрамыз осы жерде, қозғалмай тұрамыз, бірақ деген ешқандай қару жарағымыз дымыз жоқ. Біз мирно тұрған халықпыз. Жақты шығарсын, ол кісінің обалы бар, адам, танымайтындар кейбір адамдарды танымаймын, кім ол дейді да, адам, кәдімгі қарапайым адам, оны деген ауру адамды, білмеймін, подвалға қамап тастап, дәрісін бермей, үсті басына жара қаптап жатыр дейді, өзі инсулинмен отқан адам 3 сағат сайын алып та, не тазалық жоқ, не дым жоқ жерге қамап тастап, үстін жара қаптап жатыр, оны ауру қылайын деп отыр ма, инвалид қылайын деп отыр ма, білмедік біз деген да, денсаулығын құртып отыр. Мына кім жасап отқан енді өздері ертең өз кінәсін мойнымен көтереді ғой. Қалай қорықпайды, Құдайдан қорықпайды, таңғаламыз. Бала шағасы өсіп келе жатыр да, балдарының тағдырын ойламай ма ертең деймін да, ертеңгі күні. Қазір өсем, бүйтем дегенмен ол болмайды ғой. Мұнайшылар жылдан жылда забастовкаға тұрады дейді да. Жылдан жылда тұрмас еді бұл жігіттер, егер талаптарын сразу заңды түрде дұрыстап жасап берсе екен. Өтірік істеп отыр.